Математика. Сабақтың тақырыбы: өрнектердегі амалдардың орындалу реті. Оқу мақсаты: екі амалды, жақшалы және жақшасыз өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу. Математикада 4 арифметикалық амал бар: қосу, азайту, көбейту, бөлу. Бүгін біздер осы арифметикалық амалдардың екеуінің, үшеуінің араласып келген жағдайында және жақшалы өрнектер болған жағдайда қалай есептеу керектігін үйренетін боламыз. Оқулығыңның 8-ші бетіне қара. Бірінші тапсырма. Не көріп тұрмыз? Болтты көріп тұрмыз. Бөтелкедегі су, еріген мұз, қар және өзен суын көріп тұрмыз. Барлық суреттерге не ортақ? Әрине, су ортақ. Табиғи су көздері мен жасанды су көздерін есіңе түсір. Табиғи су көздері: мұхит, теңіз, өзен, бұлақ, көл және жерасты сулар еді ғой. Ал жасанды су көздері: құдық, тоған, бассейн және субұрқақ. Сонымен қатар құбырдағы су да жасанды су көзі. Өйткені оны адам өз қолымен жасайды. Енді суретке назар аударшы. Қайсысы артық? Бұлт, бөтелке, мұз, қар, өзен. Қайсы сурет артық деп ойлайсың? Су біздің басты байлығымыз. Есіңде сақта. Математикада 4 арифметикалық амал бар екен айтып өттік. Қосу, азайту, көбейту, бөлу. Олардың әрқайсысының өзіндік таңбасы бар. Енді өрнектерде осы амалдар белгілі бір тәртіппен орындалады екен. Егерде қосу мен азайту тұрса, қалай тұр? Солай орындалады. Мысалы, 10 азайту 3, қосу 5 деген өрнекті қарайық. Қалай тұр? Алдымен азайту тұр. Азайтуды бірінші орындай қоямыз. Одан кейін екінші қосуды орындаймыз. Мәні 12 болды. Немесе 8 қосу 4, азайту 6 деп тұр. Амалдар қалай тұр? Солай орындалады. Алдымен қосып аламыз 8-ге 4-ті, одан соң одан 2-ні азайтамыз. Өрнектің мәні 6-ға тең болды. Егер өрнекте көбейту мен бөлу тұрса, қалай тұр? Дәл солай орындалады. Мысалы, 12 бөлу 2 көбейту 4 деген өрнекті қарайық. Алдымен бөлу тұр ғой, демек бөлуді бірінші орындап аласың. Одан соң көбейте қоямыз. Келесі өрнекті қарайық. 3 көбейту 6 бөлу 2. Бұл өрнекте алдымен көбейту тұр. Көбейтуді бірінші орындап, одан соң оны 2-ге бөле қоямыз. Мәні 9 болды. Егер өрнекте көбейту мен бөлу, қосу мен азайту болса, онда тұрған реті бойынша көбейту мен бөлу орындалады. Немесе алмаса орындалады. Содан соң тұрған реті бойынша қосу мен азайту орындалады. Олар да алмаса орындалады. Мысалы қарайық. 11 қосу 20 бөлу 2 азайту 3 деген өрнекті қарайық. Мұнда арифметикалық 3 амал араласып келген екен. Қосу бар, бөлу бар, азайту бар. Енді қарасақ, бізде бөлуді бірінші орындауымыз керек. Одан соң қалай тұрғанына байланысты келесі амалды орындаймыз.
яғни солдан оңға қарай реті бойынша орындаймыз. Бөлуден кейін қосуды, қосудан кейін азайтуды орындай қоямыз. Келесі өрнекке қарайық. 5 көбейту 2, азайту 8 бөлу 2, қосу 4. Мұнда да көбейту, азайту, бөлу, қосу болып 4 арифметика амалдың барлығы да кездескен. Енді бұны қалай орындаймыз? Алдымен өткендегі ережеміз бойынша көбейту мен бөлу өз ретімен орындалады. Алдымен көбейтуді орындаймыз, одан соң бөлуді орындап қоямыз. Содан соң азайту мен қосуға кезек келді. Реті бойынша азайту бірінші тұрғандықтан азайтуды орындап аламыз, ең соңынан қосуды орындаймыз. Өрнектің мәні 10-ға тең болды. Егер өрнекте жақша бар болатын болса, онда алдымен сол жақшаның ішіндегі амалды орындап алу керек. Сосын басқа амалдарды ретімен есептей береміз. Мысалы, 50 қосу жақша ішінде 30 бен 20-ның айырмасы, жақша жабылған, көбейту 2 деген өрнек берілген. Бізде жақша бар, сондықтан да алдымен жақшаны орындап аламыз. Жақшаны орындап болған соң, жақшаның сыртында қосу мен көбейтуді көріп тұрмыз. Қосу мен көбейтуді орындауда алдымен көбейтуді орындап алу керек. Одан соң қосуға көшеміз. Келесі өрнекке назар аударайық. Жақша ішінде 70 пен 6-ның қосындысы, жақша жабылған, азайту 4 пен 3-тің көбейтіндісі. Бұл жерде алдымен жақшаны орындап қоямыз. 70-ке 6-ны қосып аламыз. Себебі бұнда жақша бар. Жақшаны бірінші орындау керек. Одан соң назар аударайық. Жақшаның сыртында азайту және көбейту бар екен. Әрине, алдымен көбейтуді орындаймыз. Ең соңынан үшінші амал азайтуды орындаймыз. Өрнектің мәні 64-ке тең болды. Оқулығыңның 9-шы бетіне қара. 3-ші тапсырма. Оқимын. 9 қосу 12 мен 2-ның бөліндісі. Қосу және бөлу амалы тұр. Әрине, алдымен бөлуді орындап аламыз. Одан соң қосуды орындаймыз. Бөлуді орындағанда 12 мен 2-ның бөліндісі 6 болды. Енді осы шыққан 6-ымды 9-ға қосуым керек. 6 мен 9-ның қосындысы 15-ті берді. Осы беттегі 4-ші тапсырманың ә бөлімі. Тыңда. Дүкенде 55 кішкентай бөтелкедегі және одан 20-сы кем үлкен бөтелкедегі су сатылды. Барлығы неше бөтелке су сатылды? Санды мәліметтерді оқып алып, одан соң оны астын сыз. Белгісіз не бар? Кішкентай бөтелке ме, әлде 20-сы кем үлкен бөтелке ме? Сұрақ белгіңді қой. Тағы да сұрақ бар ма? Қара. Сонда неше сұраққа жауап іздейміз? Ойлан. Есептеп жауабын жаз.